Кесіп тастаймыз ба уже? Бітті. Кесеміз, иә. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бұл Қаныш Иманталы Сәтбаев атындағы жалпы білім беретін мектептің Айтайық подкастының алғашқы шығарылымы. Және бұл шығарылымға біз алғашқы қонақ ретінде мектебіміздің директорын Махметова Орынкүл Думанбекқызын шақырдық. Қош келдіңіз. Бірінші келісім бергеніңізге көп-көп рахмет. Және бұл подкасттың алғашқы шығарылымы болғандықтан жалпы миссиясымен таныстырып өткім келіп тұр. Бұл ата-ана, оқушы, мектеп арасындағы ашық, еркін диалогты қалыптастыру үшін және технологияларды пайдалану мәдениетін қалыптастыру мақсатында ойластырылған дүние. Енді бұл алғашқы шығарылым болғандықтан енді көреміз қалай ары қарай жүретінін. Бүгін енді подкасттың тақырыбын біз мектеп, ата-ана және оқушы үштік одағын тақырып етіп алдық. Ары қарай тақырыпты тарқату үшін қазір сұрақтар қоямыз сізге. Солай әңгіме енді тағылымды әңгіме болады деп ойлаймын. Бүгін оқырман өзіне керегін алатын, уақытын босқа жұмсамайтын деген сияқты. Сол абай айтады ғой, адамға үш түрлі, адамның жақсы болуы жаңағы үш алуан мінезді адамдардан жұғады, яғни ата-анасынан, досынан және ұстазынан деп, және оның қайсысын көбірек жақсы көрсе, содан көбірек жұғады дейді. Ендеше осы тақырыпты қазір жан-жақты сіздермен талдап, ашып көруге тырысамыз сіздердің алдарыңызда. Жақсы, ендеше бастайық, иә? Қош көрдік. Бұл подкастқа келгеніме өте қуаныштымын. Әрине пайдаланушыларға және біздің подкасттың аудиториясына өте пайдалы контент жасауға тырысамыз. Нұрғиса Серікназы, жақсы, рахмет. Қой жаңа миссиясында еркін деп, яғни бұл оқушыға жақындасу үшін, ата-аналармен жақындасу үшін, сондықтан тақырыпты ары қарай енді аша түсу үшін сізге мынандай сұрақ қойғым келіп тұр. Бала, мектеп, ата-ана үштік одағы сіздің ойыңызша қандай рөл атқарады? Бір-бірімен қалай байланысады олар? Жалпы мектептің мақсаты ол баланы дүние өмірге тәрбиелеу, дайындау, ал осы орында мұғалім мен ата-ананың рөлі өте ерекше ғой. Сондықтан бұл үштік одақ бірлесіп жұмыс жасаған кезде ғана нәтижелі жұмысқа қол жеткізе аламыз деп ойлаймын. Сондықтан бұл үштік одақтың жұмысы әрдайым көпшіліктің назарында, оны жұмыс жасауға арнайы реттеліп тұратын құжаттары бар дегендей. Сондықтан біз мектеп бола отырып, оқушыларды адам ретінде қалыптастырып, өмірге тәрбиелеуге дайындауға қолдан келгенше үлесімізді қосамыз. Менің ойымша осы басты мақсаты, осы басты алдына қойған міндеттері де осыған жүктеледі деп ойлаймын. Яғни осы үшеуі етене жұмыс жасаған кезде ғана деп ойлайсыз ба? Яғни біреу қалып жатса, ол нәтижесіз болады. Менің ойымша осы үшеуі бір деңгейде жұмыс жасаған кезде ғана біз нәтижеге қол жеткіземіз. Біреу артта қалып жатса, ол өзі табиғатта бар ғой, ақсаған дүние өзінің алда қойған мақсатына жете алмайды. Сондықтан баланы екі жақтап нәтижеге жетістікке жеткізу бұл мектеп және ата-ана. Ал олардың арасындағы үйлесімді диалог, бірін-бірі түсіну, бірін-бірі қолдау болған жағдайда ғана біз мектептің осы үлкен миссиясына қол жеткізе аламыз. Жалпы біздің Қаныш Сәтбаев мектебінің алға қойып отырған миссиясы ол өздігінен білім алатын, өмір бойы білім алуға құштар тұлғаны тәрбиелеу болып болғандықтан, менің ойымша мына тұрған жаңағы үштік одақ ұғымы осы миссияны толық ашатын сияқты. Жақсы, ендеше ата-аналар тақырыбына ауысайық. Жаңа үштік одақ дедік. Ата-аналармен жұмыс барысында яғни тиімді қарым-қатынас қалай орнатуға болады? Жалпы қалай сіздер оны жүзеге қазір біз асырып жатырмыз бірге, қандай жұмыстар жасалып жатыр осы бағытта? Ата-аналарды мектеп өміріне араластыру үшін. Сұрағыңыз өте түсінікті, орынды. Біздің жалпы қазіргі таңда алға қойып жұмысымызды бір сарынға келтіріп жүйелеп жатқанымыз бұл ата-анамен диалог орнату. Кез келген мәселені диалог арқылы шешуге болады деп ойлаймын, жеке өз басым, және біздің ұжым осыған бет бұрып келе жатыр. Ата-анамен ашық сөйлескен жағдайда ғана кез келген мәселенің шешімін таба аламыз. Мәселесіз ол болмайды, ол күнделікті өмір болғандықтан мүмкін жаңағыдай оқу сапасына байланысты мәселе туындауы мүмкін, тәрбиеге байланысты мәселе туындауы мүмкін, мүмкін бір жаңалықты енгізу дүниесіне байланысты сұрақтар туындауы мүмкін. Осындай кез келген сұрақты біз бірлесе отырып әңгімелескен жағдайда ғана біз дұрыс нәтижеге жеткізе аламыз. Қазіргі таңда мектепке
жаңағы ата-аналардың өзінің балаларының білім нәтижесін білу үшін осы жақында арнайы біз әр жиналысты солай өткіземіз деген ойға қалыптастық. Өзіңіз де білесіз, бұл жеке кездесу, жеке баласының жетістіктерін және оның кемшіл тұстарын анықтауға бағытталған диалог орнату. Сонымен бірге қазіргі таңда біз көбінесе қандай іс-шара өткізсек та, ол іс-шараға ата-аналардың келуін сынып жетекшілері арқылы өтініп сұрап жатырық. Сонымен бірге ата-анамен байланысты біз жаңағы рейдтарымыз арқылы, үйлеріне бару арқылы, олардың ұсыныстарын тыңдау, өзіміздің ұсынысымызды беру, сонымен бірге мектебіміздегі осы ата-анамен қарым-қатынастың қалай жүзеге асып жатқанын анықтау үшін Google формадағы түрлі анкеталар, сол анкеталардағы берілген ол кісілердің ұсыныстары, яғни біздің жұмысымыз жалпы сол ата-анамен мектептің диалогының арқасында қалыптасып, жаңағы баланы жаңа өмірге тәрбиелеу, адам ретінде қалыптастыру деген сияқты дүниелерді жүзеге асырып жатыр. Енді ата-анамен байланыстың негізгі мақсаты бақытты бала тәрбиелеу. Егер бүгін бала бақытты болатын болса, болашақта ол өзінің елінің патриоты болады, өзінің қойған мақсатына жете алады, өзі көздеген бір жақсы дүниелерді іске асыра алады. Тек бақытты адам ғана қоғамға пайдасын келтіре алады. Сондықтан ата-анамен жұмыстың басты мақсаты бақытты баланы тәрбиелеу. Жақсы. Түсінікті болды, жауабыңызға рахмет. Енді бала тақырыбына ауысайық. Жалпы мектеп қазір қандай жағдайлар жасап жатыр балаларға? Өзін көрсету үшін, мысалы, қандай жақсы өзін көрсетуге қандай мүмкіндік беріп жатырмыз біз? Сол туралы айтып өтсеңіз. Тағы да сол өзіміздің диалогқа келіп келеміз. Біз күнделікті жалпы ол бір үлкен іс-шараның нәтижесінде емес балаға көмектесу. Күнделікті сенің қалың қалай, сабағың қалай, үлгеріп жатырсың ба, жаңағы оқу сыныптарын аралап, балалардың бар жоғын түгендеп, олардың көңіл күйін сұрап шығу ол бірінші қадам. Мен ойлаймын, әр баламен жеке амандасып, балалардың атымен атау ол оған өзіне деген сенімділігін арттырады. Себебі келіп тұрған ұстазы таниды, онымен бір деңгейде сөйлесіп тұр. Ең бастысы оқушылардың өздерінің маңызды адам екенін, оның қоғамға келтіретін пайдасы бар екенін түсіндіру. Сондықтан біз алдымен сол диалогты орнатып жатырық. Одан кейін қазіргі таңда біртұтас тәрбие бағдарламасы аясында көптеген іс-шаралар ұйымдастырылып жатыр. Оның барлығы балаға бағытталып жатыр. Енді біздің айтайық дегеніміз жоғары сынып оқушыларының мектеп парламенті деген ұғымы. Бұл балалардың үнін естуге мүмкіндік беретін дүние. Әр сыныптағы сынып белсенділері, лидерлері, олардың да ойларын, тілектерін тыңдау. Одан қалды жаңағы сабақтағы өздерінің жетістіктерін өздері түсінетіндей қылып жүргізген кезде ғана біз жақсы нәтижеге жеткізе аламыз. Кешегі мысалы осы жақында ғана болып жатқан іс-шаралар сахнаға бірінші сынып оқушысының сахнаға шыққанда ана көрермен де, ата-ана да, оқушы өзі де қандай қуанышты болды. Ана сахнада жүгіріп жүргеннің өзі. Мен ойлаймын, бала сахнаның киелілігін түсінген кезде ол өзін жақсы ұстай алады. Сол сияқты тақтаның алдына шыққанда да, жалпы партада отырғанда да күнделікті біз балаларды өмірге дайындап жатырық қой. Сондықтан әр жасап жатқан ісіміз баланың шынымен сен қолынан келеді, сен күштісің, саған біз сенеміз, саған қолдау жасаймыз, көмектесеміз деген жағдайда ғана сондай жақсы үлкен жетістіктерге жетеді деп ойлаймын. Сондықтан мектеп парламенті айтатыным, одан қалды тәрбие бағытындағы ұйымдастырылып жатқан жобалар, волонтерлік жобалар, жаңағы театрдың өзін анықтауға мүмкіндік береді. 11-ші сыныптардың өздерін өткізіп жатқан жаңағы челлендждары, түрлі осындай бағыттағы іс-шаралар баламен қарым-қатынасты орнатуға көмектесіп жатыр. Жақсы, ойыңызды түсіндім, көрермендер де түсінді деп ойлаймын. Айтады ғой, бұрын керісінше қатал мұғалімдерді жақсы мұғалім деп ойлайтын біз, негізі. Ал қазір білім беру осы үрдісінде өзгерді. Қазір қандай мұғалім таңдау керек десе, қатал емес, керісінше баланы жақсы көретін мұғалім дейді. Баланы жақсы көретін мұғалім, енді баланы шын жақсы көретін мұғалім, ол өзінің ісін де жақсы көреді деген сөз, яғни. Осы тақырыпта не айтасыз, жалпы сіз қандай мұғалім дұрыс деп ойлайсыз? Қатал мұғалім дұрыс па, әлде баланы шын жақсы көретін мұғалім ба? Соңғы оқуға
орталығына барған кезде бір сондай бізге қызықты аргумент тастады да ортаға. Сол тақырыпты талдадық біз. Сіз қалай ойлайсыз жалпы? Бұл жерде жалпы бірінші сұрақ қаталдық деген не дегенге тоқталдық сияқтымыз ғой. Қаталдық деген ол міндетті түрде біреудің жаңағы қорқытып ұстау емес. Қаталдықтың табиғаты ол әртүрлі. Сіз өз сабағыңызды біліп, соны жақсы жеткізіп жасасаңыз, ол сіздің өзіңізге деген қаталдығыңыз, дисциплина, тәртіп, бір тәртіпке байланысты, талап қоясыз. Ал енді баланы жақсы көру бұл біздің мамандығымыздағы ең бірінші критерий. Баланы жақсы көрмеген мұғалім ол мектепке мұғалім бола алмайды. Жалпы мұғалім өзінің ісін жақсы көргенде, баланы жақсы көргенде ғана белгілі бір нәтижеге жетеді. Осы жақында ғана кеше ғана бір жағдай болды, жаңа оқушылардың арасында бір тәртіпсіздікке байланысты. Балалар мойындағысы келмеді, бірақ ол балалар сіздің сол мәселені бірге шешуге ниеттеніп тұрғаныңызды көргенде, ол бірден өзінің мәселесін айтты, бірге шешті, шешімін таптық. Сонда мен ойлаймын, сенім керек, махаббат керек, қолдау керек. Бұл жерде ешқандай қаталдықты алып тастай алмаймыз, бірақ қаталдықты дұрыс түсіне білу керек. Қаталдық деген ол қатты ұстап, жаңағыдай қорқыту емес, ол басқа дүние. Қаталдық ол бөлек дүние, махаббат ол бөлек дүние, сондықтан екеуі де қатар жүру керек, бірақ шектен аспау керек. Сенім болу керек бастысы. Мен жалпы өзім оқушылардан энергия алатын адаммын. Осы өзімнің бітіріп кеткен сыныбыммен де, осы мектепте 9-шы сыныпты бітірген балалармен де көріп қалғанда, сырласқанда, сөйлескенде олардан идея аламыз. Бала тұнып тұрған идея. Біз соны түсінуіміз керек. Бала біздің жұмысымызды алға қарай итеріп отырған адамдар ғой, басты. Сондықтан бұл кісілерге қаталдық танытуға болмайды. Махаббат керек, қолдау керек, сыйластық керек. Сондай деп ойлаймын. Оны өзімде шынымен байқадым. Бір директор деген кезде қорқып, сондай бір болатын еді. Өзіміз оқыған кезде 90-шы жылдың балаларымыз ғой енді. Ал қазір керісінше байқадым, сізге сенетінін, сіздер ойын еркін айтқысы келетінін сізге, тіпті сынып жетекшісіне айтпай, сізге айтқысы келетін жағдайларды өзімді шын айтсам байқап қалдым. Бұл енді өте жақсы бір қазір білім беру жүйесі, яғни бір жақсы деңгейге ауысып келе жатқан сияқтымыз, Заман талабы. Енді қазіргі заман сын қатерлері көп, яғни айтып жатырмыз, әртүрлі буллинг дейміз, сол туралы не айтасыз? Мысалы, қазіргі заманда мектеппен ата-аналар қандай қиындықтарға тап болады? Көп кездесетін қиындықтар қандай? Балалар арасында, оқушылар арасында және ата-аналар арасында. Енді жалпы бүгінгі таңда адамдар тіл табысу деңгейі сәл төмендеп қалды ғой. Оған себеп бізде әлеуметтік желілер, біз көп жағдайда қазір көріспейміз, бір-бірімізге қонаққа бару деген қалды. Көбінесе жаңағы интернет, телефон арқылы тілдесеміз. Осыған байланысты қазіргі таңда туындап тұрған мәселе бұл жаңағы оқушылардың бірін-бірі түсініспеуі. Олар түсінгісі келмей қалуы мүмкін кейбір жағдайда. Немесе оларға біреудің сыртқы күштердің әсерінен осылай жасауға тура келіп тұрады. Жаңа өзіңіз айтып өткендей буллинг, алғашқыда енді директор болып тағайындалған кезде бірнеше осындай буллингке байланысты мәселелерге тап болдық. Сонда ата-анамен тілдестік, баламен сөйлестік, сөйтсек ол үлкен ол кісілердің айтып тұрғандай буллингісі емес екен. Күнделікті болып тұрған бірін-бірі байқамай айтып қалған дүниелер болады. Балалар қазіргі таңда ойынмен айтып қалатын нәрселер болады. Ол шындыққа жанасып тұрған дүние емес, оны қазір балалар қатты қабылдап қалуы мүмкін. Сондықтан ең үлкен қауіп-қатер бұл біздің жаңағы интернет, әлеуметтік желі. Бірақ екінші жағынан ол біздің ең үлкен мүмкіндігіміз. Мен былай ойлаймын, мектеп ол білім беретін орда болып әрдайым қалады, бірақ бүгінгі таңдағы ең басты міндеті бұл тәрбие беру болып тұр. Өйткені қазіргі таңда олар интернеттен алады білімді, чат GPT-лары бар, қарап алатын, YouTube-та түрлі сабақтар беріліп жатады. Сол жерден өздерін түсінбей қалған тақырыбын анықтап жатады. Ал адами қарым-қатынасты үйрететін бұл мектеп. Сондықтан біздің ұстаздар бүгінгі таңда көбірек жаңағы қарым-қатынас үйрететін сабақтарға назар аударуда, сондай бағытта іс-шаралар өткізуге тырысуда. Өйткені бұл қауіп, бұл қатер. Сөйлесе алмау, өз әйін жеткізе алмау, өз-өзін қорғай алмау, одан қалды өзінің жаңағы бір мәселесін сырттан бір күштің келіп реттеп беретінін күту, бұл қауіп. Сондықтан біз менің ұсынысым ата-анаға да, балаға да, ұстаздарға да сөйлесе біліңіздер,
тыңдай біліңіздер, ақылдаса біліңіздер. Сондайда ғана біз осы қауіп қатерден құтыламыз деген ойдамын. Жақсы. Әл-Фараби да айтады, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы деп. Дұрыс айтасыз, тәрбиеге қазір баса назар бірінші тәрбие, сосын барып білім болып тұр, шынымен де. Жақсы, яғни жиі кесетін жаңағы нелер осыларды атап өттіңіз. Енді ұсыныстарға, кеңестерге тоқталып өтсек, жалпы ата-аналарға баланың мектептегі өміріне белсенді араласу үшін оларға қандай кеңестер берер едіңіз? Бүгінгі таңда мектепке келіп жатқан ата-аналардың саны артуда. Біз өте қуаныштымыз ата-аналардың бізбен бірлесіп жұмыс жасап жатқанына. Кез келген мәселеде жаңағы мектепке қосымшаға баланы жіберсе де, ол ата-ананың арқасында келіп жатыр мектепке. Одан қалды жиналыстарда ата-аналардың саны көбейді. Іс-шараларға келіп жатқан ата-аналар көбеюде. Мен өте ризамын ата-аналарға, және осы жұмысты ары қарай жалғастыру керек. Онда ата-аналарға беретін кеңес дегенде кімге болса да беретін кеңесім бүгінгі таңдағы тыңдау, ести білу, баланың үнін ести білу. Бала алдыңызға келсе, онымен қазір балалар смарт балалар ғой, ақылды ғой қазір. Олар ақылды, олардан үйренетін нәрсе көп. Мысалы, жаңағы ChatGPT демекші, мен өзім оқушыларымнан үйрендім, қалай қолдану керек, не істеу керек деген сияқты. Сондықтан баламен ақылдасып, сөйлесіп, сіз ол баланың жаңағы айтқанына сенбесеңіз де тыңдап көріңіз, одан жақсы нәтиже шығады деген ойдамыз. Сосын сабағын дайындауға енді мен түсінемін, жұмыс, басқа да дүние қазір уақытта ерте батып жатыр, ол да кедергі жасауда. Бірақ шай дастарханында баламен әңгімелескенімізде не жетеді. Одан қалды мұғаліммен қарым-қатынас жасаңыз, тығыз қарым-қатынаста болыңыздар. Қазіргі таңда мен ата-аналарға әр жиналыс сайын айтамын, мәселе туындады ма, міндетті түрде сынып жетекшімен хабарласу керек. Болмаса мектепте завучтар бар, мұғалімдер бар деген сияқты, психологтар, мамандар бар. Барлығының ашық ойлап, істеп отырған жұмысы осы ашықтық, түсіністікке келу, байланыс орнату және осы баланы бақытты болу. Қайталап айтудан жалықпаймын, бала бақытты болу керек. Ал енді оқушыларға кеңес айтатын болсақ, олар мұғаліммен тіл табысу керек, ата-ананы құрметтеу керек, оларға да көмектесу керек, мектепке де көмектесу керек. Мектепте түрлі акция, челлендждар болғанда белсенді атсалысу керек, өзіңді көрсетуге тырысуың керек. Өйткені қазір дамысаң, қазір өзіңді көрсетсең, қазір өзіңді жақсы бәсекелестік қызып тұрған, бірақ осы бәсекелестікке де келсек, бәсекелестік деген дұрыс бәсекелестік болу керек. Дұрыс. Егер мен кешегі күннен бүгінгі күндегі орын күн деп айтайын, белгілі бір жақсы дәрежеге, нәтижеге көтерілсем, мысалы мен өз алдыма мақсат қоямын ғой, соған жетсем, ол менің жетістігім өзіммен өзім болған бәсеке. Сондықтан балалар да өзін жетілдіруге, дамытуға тырысу керек. Енді ұстаздар тарапына да айтылатын дүние бар. Ұстаздар өте ұстамды болу керек, менің ойымша. Сабырлы болу керек. Қазір адекватты сияқты көп ұстаздар. Қазіргі таңда заңмен ұстаздың да, ата-ананың да, оқушының да құқықтары, міндеттері көрсетілген. Соны жүзеге асыру керек. Сосын жаңағы ұстаздар ізденуден шаршамау керек, күнделікті даму керек, үйрену керек, оқу керек, көру керек. Сонда ғана шынымен мықты ұстаз деген айтқа лайықты болады. Жақсы. Яғни ата-аналар, оқушылар сіздерге тағы да еске салып жіберейік. Мектепте сіздер педагогикалық көмек әрқашан аласыздар, кез келген ұстаздар. Әлеуметтік бізде әлеуметтік көмек аласыздар, әлеуметтік бізде педагог бар, арнайы психологиялық көмек аласыздар. Қандай көмек бар, тек қана бөлісіңіздер. Қандай да бір мәселе болса, мазалап жүрген мәселе болса, келу керек, оны айту керек. Сосын талқылаймыз, шешеміз, осындай қазір осындай барлығын ашық айту керек, қорықпау керек еш нәрседен. Мүмкін болатын шығар кейде үйде, мысалы, буллинг үйінде де мысалы болады ғой. Қазір түрлі жағдай. Түрлі жағдай болады, оның бәрін айту керек. Оның барлығы құқықтары, міндеттері көзделген, құқықтарыңыз қорғалған. Сондықтан ондай нәрседен қорқып, тартынудың да қажеті жоқ. Қазіргі таңда мектепте, үйде, далада болған жағдайды міндетті түрде ашық талқылауға салу керек. Жақсы. Енді
кішкене сізге жеке сұрақ қояйын, иә, кішкене қызықты болсын сұхбатымыз. Бала Орынкүл ол оқушы, қандай оқушы болды? Оқушыларға қызық болуы мүмкін ол сұрақ. Оқушы Орынкүл тәртіпті, өте ұстамды. Мектеп кезінде сәл ұяңдау болдым. Қазірде емес, сәл ұяңдау болдым. Сабақ қана оқыдым. Кружок, секция дегенге бармаппын сол кезде. Сабағымды оқыдым. Ол кезде менің анам қатты көмек көрсетті маған, өйткені әр сабағымды тексеріп, күнделікті жаттауымды жаттатып деген сияқты. Вот жаңағы менің айтып өткенім, бастауыш мектепте қатты қолдау болу керек деп айтып отқаным осы ғой. Қатты қолдады. Соның нәтижесінде мен мектепті де, оқу орнында үздік аяқтадым. Бірақ соны кейде әзіл қылып айтамын. Оқудан басқа еш нәрсе істемеппін ғой деп. Сондықтан ал қазіргі таңда мен өзім оқушыларға айтар едім, тек қана оқумен емес, қазір көп мүмкіндік. Тіл үйренуге болады, өнерге бейімделуге болады, спортқа баруға болады. Мектеп кезінде мен 4-ші сыныптан екеуміз сіз екеуміз жастымыз ғой, енді ол кездерде қатты жоқты, иә, үйірмелер аз ба әлде? Жоқ болды. Бар ма? Бар болды. Бір күн ғана жаңағы би үйірмесіне бардым. Мен де барғам неге. Мен бір-ақ күн бардым, содан кейін бармай қойдым. Білмеймін неге екенін. Ал қазір ойлап отырмын, немен айналыстым екен мен сонда? Жарайды, сабақты 1-3-4 сағат оқитын шығарсың, иә? Одан кейін не істедім екен деп ойлап отырмын. Содан айтатынмын ғой балаларға. Табыңыздар өздеріңізді. Мысалы, бір шамалы өкінішті нәрсе, мектеп оқып жүрген кезде бір сабақтан өлең шығарып келсін деді. Білмеймін, мүмкін бастауыш шығар, мүмкін барсын шығар. Өлең шығарып келдім, әдемі қылып шығардым, өзіме ұнады шығарған өлеңім. Бірақ сол кезде мені қолдап, сенікі күшті болды деп ары қарай итеріп жібермеді да. Сонымен мен тоқтап қалды. Ол өнерім тоқтап қалды. Я колледжда, университетте оқып жүрген кезде шығардым. Бірақ ол жеке өзім ғана оқитын дүние, ешкімге әлі көрдіңіз бе? Сонда жаңағы ұстаздарға айтатын сол ғой. Егер ұстаз баланы жаңағы жерде қолдап жіберсе, күн мен керемет өлең шығарып отырар едім. Дамытар едіңіз, иә? Қазіргі таңда өлең шығарамын, бірақ ол анандай көпшіліктің назарына ұсынатын өлең емес, соғандай емеспін. Сондықтан жаңағы оқушыларға айтатыным, бар ма өнерлеріңіз, ұялмай шығарыңыздар, оны шыңдаңыздар, қатысыңыздар, иә? Мысалы, бүгін сіз ағылшын тілін үйренгіңіз келіп кетті. Үйреніңіз. Ағылшынды сіз жарайды 2 ай, 3 жыл үйренерсіз, иә? Одан кейін сіз домбыраға барғыңыз келіп кетті, иә? Мен домбырада ойнап үйрендім. Шамалап ойнаймын, бірақ ол да айтып тұрмын ғой, жаңағыдай деңгейде қалыпты. Қазіргі таңда ағылшын үйреніп жатырмын деген сияқты. Сол күнделікті жаңалықты үйренуге тырысу керек. Сол кішкентай бала Орынкүлдің қателігі өзінің бар өнерін дамытқан жоқ. Мүмкін қорқақтық болды ол кезде. Яң болғансыз ғой? Яң болдым мектеп уақытында. Сондықтан қазіргі оқушыларға айтатыным сол, ұялмаңыздар, сіздердің қолдарыңыздан бәрі келеді. Оны дамытатын орталықтар көп қазір. Дамытатын адамдар көп, сізді тыңдайтын, сізге бағыт беріп жүретін адамдар, мектептер жүр. Сондықтан өздеріңізді ашудан жалықпаңыздар. Күнде бір жаңалық ашыңыздар өздеріңіз туралы. Сонда үлкен жетістіктерге жетесіздер деп ойлаймын. Иә, сөзіңіз аузыңызда. Менде осы үйірме туралы мынандай қазіргі көп оқушыларда кездесетін қателік. Менде мысалы биге бардым, менде бір 2-3 ай барған шығармын. Одан кейін мен ана ермесін ғой, балам, ұйықтай салайын, бармай-ақ қояйын, жаңағы ойнауға шығып кетейін деп солай шығып кетемін. Кейін мен де анам айтып жатырмын да, жанымды шығарып жібермейсіз бе деп ше. Көрдіңіз, осы жерде ата-аналар көріп отырсаңыздар айтқым келіп тұр. Міндетті түрде осы жерде кішкене табандылық керек екен ата-анаға, иә. Мінез кішкене. Жоқ, сен шамалы кішкене қазір қиналасың, шамалы шаршап тұрса, ештеңе етпейді. Есесіне сен өскенде, яғни түсіндіру керек та, болашақта сен қуанасың, әлі маған рахмет айтасың деген сияқты. Түсіндіру керек. Мама, иә, анам жай бармай, шаршасаң бармай қой деп айтқан ғой маған. Кейбір кезде жаңағы айттық қой, қаталдық деп айтпайық енді, талапшылдық, талап қою балаға, және оны түсіндіру, оның өз үшін, болашағы үшін маңызды екенін түсіндіру керек сияқты. Сондықтан артқа кетпеңіздер, артқа жылжымаңыздар деп айтқым келіп тұр. Және бүгінгі подкастымыздың нүктесін қоятын соңғы сұрақ, ол оқушыны жетістікке жетелейтін 5 кеңес өзіңіздің тарапыңыздан берсеңіз. Мен білемін, сізде бір күшті әне бар.
әдет бар, сіз онда ұйықтап қоясыз. Иә, біз онда ұйықтап қалады. Өте күшті ол, денсаулық үшін де, миға да, иә, оқушылар онда ұйықтайды біздің директор. Содан ары қарай енді өз тарапымыздан бесе берсеңіз күшті. Оны мен ойлаймын, ол барлық адамда әдет болса, иә, жақсы ғой. Иә, сіз оны кішкентай кезіңізден ба сонда? Мен өзім сағым келіп жүрген, сіз қалай ондайға келдіңіз? Айтайын ба, бір шамамен 6 жылдай болды. Оған дейін да кеш ұйықтаған жоқпыз, 11-де ұйықтайтынбыз. Біздің үй ішіміз сол сағат 10-да уже интернет барлығын сөндіріп тастап, ұйқыға кетеді барлығы. Таңертең ешқандай будильниксіз 6-да өзіміз тұрамыз. Бүкіл осыны онда ұйықтайсыздар ма? Барлығы жақсы ұйықтайды. Өте Сондықтан балалар ол өте жақсы. Күні бойы күшіңіз орынды қолдана аласыз, сарқылмайды күштеріңіз. Жақсы демалыс, ол жақсы жұмыс жасаудың алғы шартының бірі. Күшті демалады. Иә, бұл енді беспенестен сыртында дейді. Сыртында дейді, жақсы. Енді жалпы сіздерге бірінші кеңесім, кез келген жағдайда табанды болыңыздар. Сіздікі қандай жағдайда да дұрыс деген ойды айтқым келеді, бірақ сіз өз-өзіңізге баға бере алу керексіз, шынымен дұрыс па ол деген. Екінші кеңес, әрдайым өзіңіздің іс-әрекетіңізге рефлексия жасап отырыңыз. Мысалы, менің атым Қожа. Кинофильмде бар ғой, анау бөлігі, Қожаның айнаның алдында отырып өзіне баға беру. Бала кезінде біз түсінбейтінбіз, мұғалімдер айтатын, ертең үйде ойланып кел, бүгін не істедің, күні бойы не істедің деген сияқты. Сөйтсек, балалар бұл өте пайдалы нәрсе екен. Сондықтан өз-өздеріңізге, іс-әрекеттеріңізге баға беріп жүріңіздер, сонда алдағы іс-әрекетіңізді жоспарлауға мүмкіндік аласыздар. Сосын әрдайым жақсы ой ойлаңыздар. Позитив, оптимизм, бұл сіздердің жұмысыңызды ары қарай жетелейтін үлкен бір күш болады. Өйткені кез келген нәрсеге жақсы оймен келсеңіз, ол жақсы аяқталады. Содан кейін достарыңыз көп болсын, достардың ортасында өткізген уақыттарыңыз көп болсын, және сол достарыңыз сізді дамытатын орта болсын. Достың сан түрлісі болады. Сізді жаман әрекетке алып келуі мүмкін, немесе жақсылыққа жетелеуі мүмкін. Сондықтан дамитын, көп ізденетін ортаға келуге тырысыңыздар. Және ең бастысы, бұл бүгінгі күннің тренді. Мен сол трендтің келгеніне өте қуаныштымын. Кітап оқыңыздар. Мен бала кезімде шынымен кітап оқудың пайдасын білмеппін. Оның себебін де айта аламын. Оның психологиялық негізде болды менде. Мен оқу техникасы деген дүние болатын еді ғой. Сол оқу техникасынан ешқашанда нормаға жете алмайтынмын. Сондықтан мен мүмкін ол маған белгілі бір деңгейде кедергі болған шығар. Ал сіздерге айтайын дегенім, кітап оқыңыздар, кітап өте пайдалы, сіздердің ең жақын достарыңыз, ең дамытушы ортаңыз болады. Мысалы, сіздердің жастарыңызда кішкентай Ханзада дегенді оқыған шығарсыз, Антуан. Сол шығарма сіздің қазір оқыңыз, жарты айдан кейін тағы оқыңыз, жарты жылдан кейін оқыңыз. Оқыған сайын сан түрлі қырынан ашылады. Сіздердің жастарыңызға сәйкес келгендіктен айтып тұрмын. Ол жерде адам, адами қарым-қатынас, адамның бойындағы қасиеттер деген сияқты дүниелер кеңінен ашылады. Содан кейін ары қарай өздеріңізге ұнаған әдебиеттерді, шығармаларды, оқулықтарды, кітаптарды оқи аласыздар. Бастысы трендтен қалмаңыздар. Біз сіздерден қалмауға тырысып жатырмыз. Кеше ғана мектебіміздің директорының орынбасарымен бірге жақсы жаңа сөз үйреніп алдық сіздерден. Сондықтан осы трендтен сіздер қалмаңыздар, біз сіздерден қалмайық. Сәттілік тілеймін. Басты өз-өздеріңізге сенімді болыңыздар. Сенімді адам, өзінің жасап жатқан ісіне сенімді адам әрдайым жетістікке жетеді деп ойлаймын. Жақсы, осымен сұхбатымыз аяқталды. Көп-көп рахмет. Әдемі сұхбат болды деп ойлаймын. Әлде жақсарта түсеміз, дамыта түсеміз, бұл сұхбатты. Әлде түрлі қызықты қонақтар болады алдағы уақытта. Жақсы күндерде жүздескенше. Сау болыңыздар.